Сәлем достар, арнама қош келдіңіздер. Осы бейнероликті жасау үшін көп материалдар қарадым. КСРО кезіндегі қорқынышты мультфильмдер жайлы шығарайын десем, ютубта ондай видеолар көп екен. Қайталай бергім келмеді. Сөйтіп, бұрын қандай формат болды, солай қалады деп шештім. Бір мультик өте қорқынышты, екіншісі трэш, үшіншісі ақылды мультик, немесе мағыналы мультик. Оның әйелі тауық, его жена курица деген совет мультигінен бастайық. Авторы Игорь Ковалев, режиссер, суретші. Неге екені мультиктерінде құстарды жиі суреттейді. Дакмен, крылья, ноги и хвосты және тағы басқа. Мүмкін балалық кезіндегі бір құстардан бір қатты қорыққан шығар. Бұл мультиктерді қанаттылар ғана біріктіріп қана қоймай, олар қорқынышты түрде салынған. Түрлі түсті қазіргі мультиктермен салыстырғанда. Ой, голова кружится. Его жена курица, әйелі тауық, ал күйеуі адам. Просто көк түсті адам. Тағы оларда ит па, құрт па, әйтеуір бірдеңке бар. Бұл жерде не болып жатқанын айту қиын, как всегда. Көбісі де түсінбеді. Бірақ талқылап көрейік. Жанұя қарапайым түрде өмір сүріп жатады. Әйелі киім жуып, тамақ жасап, кофе әкеліп, ал күйеуі кітап оқып отырады. Тауық оны ыстық сумен күйдіргенше. Бір кезде есікте қоңырау шырылдайды. Есікті ашса, күйеуінің жақын досы келіп тұр екен. Өте жақын досы. Блин, не болып жатқанын сұрамаңыздар, өзім де білмеймін. Досы бір қорап қоңыз жук әкеледі. Және бұл жерде диалог болмағандықтан өзім дауыстайын. Ох, ё-моё, мынау тауық қой. Костюмдегі жігіт әйел тауық екенін көріп, досына айтады. Диалог жоқ деп бекер айттым, ол бар, бірақ түсініксіз. Жігіт естігенінен таң қалып, тексеру үшін жүгіріп барады. Әйелінде тауық аяқтары бар ма екен деп. Шынымен де бар екен. Амалдың жоғынан әйелін үйден қуады. Әйелі кетіп, жігіт үйде жалғыз қалады. Содан кейін көрсетілгеннен миым сынып кетті. Бірақ жігіт түс көрген болып шығады. Ұйқыдан тұрған ол әйелінсіз өмір сүре алмайтынын түсінеді. Неге екен өзінің итін немесе құртын байлап қояды. Сөйтіп әйеліне қоңырау шалады. Ол үйіне келіп, күйеуінің атеш болып кеткенін көріп кетіп қалады. Осымен мультик бітеді. Пиздец, нихуя себе. Happy end па әлде жоқ па, адамдар өзіне әлі сол сұрақ қойып жүр. Жеке өзім осыны қатты талқылағым да келмейді. Ал егер мағынасын іздесек, бір кезде жас отбасы болады. Бір-бірін жақсы көріп, өмірлері қызыққа толы болады. Сөйтіп өмірлері бір қалыпты өтіп, күндері қайталанып отырады. Жалқанша. Әйелі салмақ қосып, үлкейе береді. Осыны күйеуі байқап, үй іші ұрысқа толады. Кейін ажырасып кетеді. Уақыт өте, жігіт әйелсіз өмір сүре алмайтынын түсінеді. Әлде мен осыдан мағына іздеп, ақылымнан адасқан шығармын. Бұл жерде ақылға қонымсыз заттар өте көп. Мысалы, біріншіден, неге олар сүйісті? Екіншіден, костюмдегі жігіттің басы неге ұшып кетеді? Неге костюмдегі жігіттің ауада еріп, жоқ болып кететіні, және басы неге шкафтың ішінде болатыны. Осы трэшке қарамастан 1991 жылы Игорь Ковалевті Америка құрама штатына шақырады. Бәрімізге таныс «Ох уж эти детки» және «Настоящие монстры» деген мультиктерді шығарады. Жарайды, келесі мультикке көшейік. Мультик Dog of Man деп аталады. Дэвид Фирт атты танымал жігіт жасайды, және оның YouTube арнасында миллионнан астам подписчик бар екен. Сол жігіттің басқа мультиктерін болашақта көрерміз. Ал қазір Dog of Man. Мультфильм бізге бір жігіт және оның досы қурап бара жатқан өсімдік жайлы айтады. Бір кезде кадрде ит пайда болады. Жігіт жануарлар тілін түсіндіретін құрылғыны алып итке кигізеді. Ит оған жаңа өсімдік сатып алуын ұсынады. Енді жігіт базар жоқ ақымақ екенін көрейік. Осыған иттің миы жетіп, сол жігіттің миы жетпегеніне. Ит пен жігіт дүкенге барып дәндер сатып алады. Неге екені оны адам денесіне отырғызады екен. Дәнді денесіне егеді. Біраздан кейін денсаулығы нашарлап, ақырындап өліп бара жатады.
Сөйтіп ит оған денесімен ауысуға кеңес береді. Ит адамның досы деген осы жерден білінетінін көрсетеді. Ал мультфильм қураған өсімдіктің орнына жаңа өсімдік тұрғанын көрсетеді. Иә, келісем, біртүрлі және ыңғайсыз мульт, бірақ одан достық пен адалдықтың ізін көруге болады. Ендігі мультикті ақылды деуге болады. Осыған байланысты комментарийлар оқығанда философтар жиналған жиынға қатысқандай болдым. Мультик аты The Maker, немесе жаратушы, жасаушы. Ол жерде қорқынышты нәрсе жоқ десем болады, бірақ қана басты рөлдегі қоян кішкене қорқынышты болмасам. Мультик қоян құмсағаттың алдында тұрғанмен басталады. Құмсағат сол кезде іске қосылады, отчет басталады. Ол бірдеңені алып, бір нәрсе жасай бастайды. Сөйтіп өзіне ұқсайтын, бірақ әйел жынысты етіп қоян жасайды. Сөйтіп барлығы дайын дегенде ол тірілмей қояды. Ал қоян түрлі тәсілдермен оны оятуға тырысады. Ақылы ол скрипкамен ойнағанда жасаған қояны тіріле бастайды. Жігіт оған кітапты бергенде уақытта бітеді. Сөйтіп ол өліп қалады. Соңында құмсағат қайтадан іске қосылады. Осымен мультик бітеді. Менің ойымша керемет мультик болып шықты. Ол жерде 5 минутқа созылған метафора бар. Ол 5 минутта автор бізге әр нәрсенің өлшенген уақыты бар екенін көрсетеді. Артыңда не қалады және кімге қалады. Түрлі қиындықтарға қарамастан қоян артынан өлең қалдырады. Берген кітабы, менің ойымша, барлық білімдер жиналған кітап сияқты. Бұрынғы қояндардың қалдырған математика, физика, тарих, өлең саласы болсын, және тағы басқа жазылған десе болады. Осымен бітті достар. Коммент, лайк күтемін.